Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы жаһандық энергетикалық проблемалар. Олай болса, балалар, сабағымызды бастамас бұрын сендерге ұсынатын бейне жазбам бар. Мұқият тамашалаңыздар. Сен Қарағанды көмір кенін тұңғыш тапқан адам Атпақ Байжанов екенін білесің бе? 1833 жылы болыстың малын бағатын Атпақ есімді жас жігіт жерде жатқан тас көмірді тауып алады. Көмірдің жанатын қасиетін аңғарған жігіт оны қазып алып жақын ауылдардың барлығына отын ретінде жеткізіп тұрған. Атпақ Байжановтың жаңалығы дер кезінде ешкімнің назарын аудара қойған жоқ. Арада тек 23 жыл өткен соң ғана көмірдің құндылығы анықталып, оны өндіру ісі қолға алынды. Атпақ Байжанов көмір кенін тапқан бұл жер бүгінгі Северная шахтасының аумағы болатын. Әрине балалар, бұл біздің өткен тарихымыз. Ал енді келесі бейне жазбаны ұсынамын. Мұқият тамашалаңыздар. Бельгияда энергетикалық дағдарыс болуы мүмкін. Қыстың көзі қырауда халық жарықсыз қалмау үшін ел үкіметі қуаты 850 мегаватт болатын тұрақты отын қорын дайындауға кірісті. Биліктің мұндай шешім қабылдауына елдегі 2 атом электр станциясындағы 3 реактордың істен шығуы себеп. Қалған 4 энергоблок қалыпты жұмыс істеп тұру үшін басшылар кәсіпорындар мен өнеркәсіп мекемелеріне тоқты мейлінше үнемдеу қажеттігін ескертуде. Тіпті 50 мыңнан аз халқы бар елді мекендер күндіз жарықтан ажыратылатын болады. Бұл дағдарыстан онсыз да жүйкесі жұқарған тұрғындардың наразылығын тудыруда. Қазір тамыз айы, бізді қараңыз, күздік киіммен жүрміз. Күнде үйдің іші де суық. Егер биліктегілер жарықты әлсін өшіретін болса, қалай күн көреміз? Өйткені газ жоқ бізде. Күніміз сол электр энергиясына қарап отыр. Оның үстіне биыл қыста қатты болады деп жатыр. Биліктен бұл мәселені тездетіп шешуді талап етеміз. Міне балалар, қазіргі бүкіл әлемде энергетикалық дағдарыс үлкен жаһандық проблемаға айналып отыр. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына назар аударыңдар. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальды ақпараттарды анықтау. Келесі бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері. Новые слова. Берілген сөздерді мұқият қайталаңдар. Жаһандық, глобальный, ысырап, отходы, дағдарыс, кризис, өндіру, производство, тасымалдау, транспорт, қажеттілігі, необходимость, уланады, отравление, ахуал, ситуация, бітеді, заканчивается, балама, альтернатива, көрсеткіш, показатель. Жарайсыңдар балалар. Келесі оқулықтарында берілген екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Суреттерге қарап, қандай зат екенін анықтаңдар. Ол заттардың адамзатқа не үшін қажет екенін дәлелдеңдер. Суреттерге назар аударыңдар. Келесі суреттер. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма сұрақтарға жауап беріңдер. Өзің тұратын баспана немен жылытылады? Үйде электр қуаты және жылу болмаса қандай күй кешер едің? Электр қуаты мен жылу қайдан алынады деп ойлайсың? Мұқият болыңдар балалар. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, берілген мәтінді қазақ тіліне аударып жазыңдар. Мәтінді оқып, түсінгендеріңді қазақ тілінде айтыңдар. Берілген мәтін. И одним из самых доступных и дешевых видов биомассы может стать кизяк.
Кизяк – тезек, высушенный или переработанный навоз. Он используется в качестве топлива, например, для сжигания в печи, для обогрева или приготовления пищи. Кизяк, сгорая, почти не пахнет. Дает удивительно приятный дым, напоминающий ладан. Мұқият болыңдар, балалар. Келесі оқулықтарында берілген 53-ші беттегі 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқыңдар. Төмендегі ақпаратты оқып, мәтіннің стилін анықтаңдар. Мәтінде қандай мәселе туралы айтылған? Мұқият тыңдаңыздар. 20 ғасырда адамзат табиғи отынды 30 есе көп пайдаланды. Көп шикізат ысырап болды. Ал жаһандағы шикізат қоры мен энергетикалық ресурстар қоры шектеулі. Энергетика қымбаттап, жаһандық энергетикалық дағдарыс туды. 21 ғасырда энергетиканы халықаралық нарықта өндіру, тасымалдау қажеттілігі артты. Отын энергетикалық ресурстарына мұнай, газ, көмір, жанғыш тақтатастар, тезек, ағаш, су ресурстары қоры жатады. Мұнай әлемде энергетиканың негізгі көзі болып отыр. Ал жаһандық экономика мұнайға тәуелді. Шикізатты өндірудің, тасымалдаудың экологиялық талаптары бар. Экологиялық талап бұзылса, қоршаған орта уланады. Бұл ахуалда энергетикалық дағдарысты тудырады. Табиғи шикізат қоры аз қалды. Арзан пайдалы қазбалар болашақта бітеді. Сондықтан балама ресурстарды пайдалану жеделдеді. Атом электр станцияларында балама энергия көзі, электр энергиясы өндіріледі. Қазір дүние жүзінің 40 елінде атом электр станциясы жұмыс істейді. Бұл атом электр станцияларында барлық электр энергиясының 17% өндіріледі. Электр энергиясының Францияда 77%, Литвада 74%, Бельгияда 57%, Украинада 47%, Жапонияда 34% атом электр станцияларында өндіріледі. Бұл көрсеткіш болашақта өседі деп ойлаймыз. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен қорытындылаймын. Сендермен болған қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбек қызы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.